Әлемдік отарлау жүйесі қалай қалыптасты? Отарлау саясаты латын тілінен аударғанда колония, қоныстандыру, жергілікті халықты тұралатып қанаумен жүргізілетін күшті державаның артта қалған ел мен халыққа аумақтық бақылау орнату саясаты әрі іс-әрекеті. Батыс еуропалық отарлау саясаты өзінің қалыптасу кезеңінде әлемдік экономиканың аса күшті даму тетігіне айналды. Өйткені отар елдер метрополияларда капиталдың жинақталуына және олардың тауарларды өткізуге қолайлы нарық туғызды. Сауданың бұрын-соңды болмаған кеңеюі нәтижесінде әлемдік нарық қалыптасты, ал экономиканың қыз-қыз қайнауы Жерорта теңізінен Атлантикаға ойысты. Көптеген еуропалық портты қалалар Лиссабон, Севилья, Лондон тағы басқа сауданың күшті орталықтарына айналды. Еуропаның аса бай қаласы Антверпен болды. Онда сауданың толық еркіндігі тәртібінің арқасында ірі көлемдегі халықаралық сауда және несие шаралары жүргізілді. Сауданың дамуы жеке банктермен қатар бүкіл Еуропада кеңінен таралды. Қоғамдық банктердің құрылуына қолайлы жағдай туғызды. 19 ғасырдың 20 ғасырдың басында әлемнің аумақтық бөлінісінен кейін әлемдік орталық жүйе ең алдымен Африка, оңтүстік-шығыс Азияның отар тәуелді елдеріне әлемдік державалардың үстемдік жүйесі қалыптасты. Негізгі отарлаушы елдер Ұлыбритания, Испания, Франция, Ресей, Германия, ақш, Бельгия, Италия, Жапония болды. Бұл елдердің жиынтық отарлық иеліктері 20 ғасырдың басында жердің жартысынан көп бөлігі 72 миллион шаршы шақырым планета халқының 1/3 бөлігі жүргізілді. Ұлыбритания әлемнің аса ірі отарлық державасы болды. Үндістанға, Африкаға, Америкаға, Австралияға және Жаңа Зеландияға үстемдік етті. ақш Кариб бассейнінде, Тынық мұхиты, Орталық Америка және Қиыр Шығысқа билік құрды. Француз экспансиясы Африка мен Үнді Қытайда жүрді. Германия Африкаға отарларға ие болды. Жапония Манчжурияны, Кореяны, Қытайды және оңтүстік-шығыс Азияны отарлады. Ресей Қиыр Шығыс, Таяу Шығыста, Орталық Азияда өз ықпалын жүргізді. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін отар елдердің ұлт-азаттық қозғалыстарының өршуі нәтижесінде әлемдік отарлық жүйе қирады. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.